комментарийға орыс тілі мировой язык оқыңдар деп қазақша жазғанда атында мына жерге шығармай қояйын, кім екенін қарап отсаң тыңда, шырағым ау, бауырым деп санайым. Қазақ болсаң, әр қазағым жалғызым деген секілді. Сен қашан көрдің ол мировой тіл екенін? Самолетқа отырып көрмегенсің ғой. Халықаралық самолетке отырсаң, соң кезде түсінесің. Басқа елге ұшсаң, мынау СССР несін емес, мемлекеттерін емес, кезінде СССР болған. Басқа мемлекетке ұшсаң, сол кезде түсінесің. Сенен сұрайды, do you speak English деп, do you speak Arabic деп, араб еліне ұшсаң да, орыс тіліңді бір жеріңе тығып қой дейді. Мен әрине өзге тілдерге қарсы емеспін. Көп тіл білген дұрыс, бірақ көп тіл білген адамдар әйдік жетістіктерге жетеді деп кім айтты? Көріп жүрміз ғой, неше түрлі адам көп тіл біліп жатыр. Көріп жатырмыз, бірақ жетістіктерге жетті деп айтпаймын. Көп жетістікке, оң полиглот деп айтады. Бірақ ғылыми жетістікке жетті деп кім айтады? Сол үшін де біріншіден өз тілімізді бірінші орынға қояйық. Сосын ғана басқа өзге тілдерді екінші орынға қойып, соны меңгерейік. Мынау ғылыми дүние жүзінде мынау мировой тіл деп айтсақ, ол ағылшын тіл, ағылшын. Мен айтпаймын қазір бірден бастап ағылшын тілі оқып кетіңдер деп. Бірінші өз тілдеріңді оқып алыңдар.